Мен Өмірзақ қызы Аяжан, Тараз қаласы номер 41-ші көп сауалы гимназиясының 6-шы сынып оқушысымын. Абай Құнанбайұлының 175 жылдық мерейтойына арнап, сіздерге Абай атамыздың бірінші қара сөзін оқып беремін. Бұл жасқа келгенше жақсы өткіздік пе, жаман өткіздік пе, әйтеуір бір талай өмірді өткіздік. Алыстық, жұлыстық, айтыстық, тартыстық, әурешілікті көре-көре келдік. Енді жер ортасы жасқа келдік. Қажыдық, жалықтық, қылып жүрген ісіміздің баянсыз байлаусызын көрдік. Бәрі де қоршыл екен білдік. Ал енді қалған өмірімізді қайтып